Сағындым сені, я Расулалла. Оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мейірімді, рақымды, жер мен көктің патшасы Алла тағалаға шексіз мақтаулар және екі дүниенің сардары болған Мұхаммед Мұстафа оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, салауаттар болсын. Я Расулалла, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сен кеткелі көп нәрсе өзгеріп кетті. Өмір тым күрделі жолға бұрылды. Бәрі өзгерді. Біздерден иман кетті, шүкіршілік азайды. Көркем мінез өзіңнің кезіңдегідей емес, мүлдем құлдырады. Я Расулалла, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Тіпті көпшілігіміз ұлы Раббымыздың әміріне селсоқ қарайтын болыппыз. Осыларды ойлағанда сенің үмметім деп, мен үмметім үшін уайымдаймын деген сөздерің есіме түсіп, қатты қиналып кетемін. Я Расулалла, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мен сені қатты сағындым. Сенің өмір сүрген уақытыңды сағындым. Сенің жамағаттың ортасында айтатын өсиеттеріңді сағындым. Сенің көркем мінезіңді сағындым. Я Расулалла, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мен сені көзіммен көре алмадым. Тек сен жайлы естіп, кітаптардан ғана оқи алам. Сол кездегі сезімім өзіме бағынбай кетеді, білсең ғой. Кейде неге сенің уақытыңда өмір сүрмедім, неге сенің нұр шашқан жүзіңді көре алмадым. Сен сахабалардың ортасында отырып, жай ғана нұрлы жүзіңмен күлімдегеніңде, айналаңда шуласып отырған жандардың әрқайсысына пайғамбарым, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, маған жымиды, тек маған ғана жымиды деп ерекше сезімді сезіндіргендей, неге мен де сезіне алмадым деген ой келетін сәттер болады. Сол мезетте Аллахым әр нәрсені өз уақытында және қайырлы уақытында жібереді дегенді есіме аламын да, тыпыршыған жанымды тыныштандырам. Менің бұлай өкінетін себебім, мүмкін қазіргідей күнәға батпас едік деген арманым ғана. Я Расулалла, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сені өте қатты сағындым. Қоштасу құтбасын тыңдағанда жаным жай таппай кетеді. Неге ең соңғы болып болса да өзіңнің нұрланған мүбәрәк мөріңді сүйіп қалмадым екен деп іштей қатты налимын. Себебі сен қапырық ыстықта тек қана қоңыр салқынды қалайсың. Бірақ мұндай сәттер жиі болмайды. Біздің жағдайымызда көбіне осындай болып барады. Бұл да жанымды жегідей жейді. Я Расулалла, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Кейде терең ойға түсіп кететін кездерім жиі болып жүр. Егер де сен біздің қазіргі халімізді көрсең, қатты қиналып қаласың ғой деген ой түйдім. Сен сол кезде ақ үмметіңнің жағдайын алаңдадың. Тіпті сол уайымнан көзіңе жас алдың ғой. Ал біз не істеп жүрміз? Әлемдердің Раббысы, я Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Егер сен болмағанда бұл әлемді жаратпас едім деген махаббатына бөленген Алланың Расулының аққан бір тамшы көз жасына лайықпыз ба? Я Расулалла, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сен бізге әр нәрсені бисмиллахпен бастаңдар деп өсиет еттің. Ал біз не істедік? Тіпті ұлы Раббымыздың нәсіп еткен алдымыздағы асымызға да бисмиллах деп айтуды естен шығарып ала береміз. Осындай сансыз нығметке бөлеп тұрған бізді мезгіл-мезгілімен тамақтандырып, ашықтырмаған кезінде Аллаға мақтау айтуды естен шығарып ала бергенде, ол істерде не болмақпыз? Я Расулалла, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сен бір күні мешітте отырғаныңда бір кісінің оққан намазын 3 рет қайтадан оқы, намазың дұрыс болмады деді. Сол кезде ішімді өртеген беймаза күш еріксіз көзіме жас тамғызды. Сол кезде егер сен біздің оқып жүрген намазымызды көрсең, нендей күйде болар екенсің деп қатты қысылдым. Я Расулалла, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сен бекер уайым кешпепсің.
Бірақ бізді дәл қазіргі күйіміздегідей болады деп ойламаған боларсың деп ой түйдім. Расулалла, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Мен сені қатты көргім келеді. Ақыретте өзіңмен бірге болуды өте қатты армандаймын. Бірақ соған лайықты бола алмай жүрмін. Бұл дүниенің жалғанын біле тұрсақ та, әйтеуір бір етегін ұстап қалғымыз келетіні айтпасақ та белгілі. Ұлы Алланың алдындағы есебімізде анасы баласынан қашатын сәт болады. Сол сәтте бізге елеңдеп, Алланың алдында біз үшін сәждеге жығылып, кешірім тілейтін тек сен. Расулалла, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Тек сен екенсің. Бұл жағдайдан кейін мен сөзімді жалғастыра алмаймын. Бұл сезімді 1000 параққа жазсақ та жеткізе алмаспыз. Ешқашан жеткізбейміз. Айтарым, мен бір жанды ғана шынайы жақсы көрем. Ол жан біз үшін қаншама жылдар қиналды. Ішерге асы, киерге киімі болмаған сәттері өте көп болды. Біз үшін түн ұйқысын сансыз бөліп, көз жасын төкті. Біз үшін Алладан кешірім сұрап жалбарынды. Осындай қиындықпен 63 жыл өмір аяқталды. Мен енді тіпті не айтарымды білмеймін. Сені лайықты түрде жақсы көре алмаған, лайықты түрде артыңнан ере алмаған, лайықты үммет бола алмаған мына бізді кешір. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.